Адам баласы мына өмірде екі адамнан сақ болу керек екен. Оның бірі саған күні түскенде әкелеп-көкелеп шаруасы біткен соң сені іздемек түгіл саған сәлем беруге де жарамай қалатын хамелеон адамдар. Екіншісі сөзі басқа, істейтін ісі басқа, екі жүзді аферистер. Ондай адамдар сенің бетіңе әкем-көкем деп отырады да ту сыртыңнан пышақ ұрып, ғайбаттап, қара жерге тығып отырады. Ащы болса да шындық. Біздің өмірімізде ондай адамдар көптеп кездеседі. Бетіңе күле қарағанның бәрі дос емес демекші. Дос пен дұшпаны танудан қателеспей жүрген дұрыс-ау деп есептеймін. Негізі адам адамға ренжімейді. Адам өзіне ренжиді екен. Неге сенім арттым, неге жақын тарттым деп. Адам екі уақытта үнсіз қалады. Бірі бәрін түсінгенде, енді бірі бәрінен көңілі қалғанда. Өткен өмір енді ешқашан ашылмайтын есік. Кейде артқа қарап, болған дүниені електен өткізіп, сағынып сарғаямыз. Қазіргі ақылым сол кезде болса, мұншама қателік жасамас едім деп өкініп жатамыз. Өмірде не қиын екенін білесіз бе? Алланың сынағы, жүректегі мұң, іштей жылаймыз, сырттай күлеміз. Басыңа күн туғанда дұшпаныңның ащы сөзіне жасымайсың, бірақ достың үнсіздігін ұмытпайсың. Ақылы лас пенде жаман ойлайды, көңілі кір болған адам менсінбейді, ұжданы нашар адам ұнатпайды, әрекеті теріс адам кемсітеді. Сенімен сөйлескісі келмейтін адамды қайта-қайта мазалама, себебі қадіріңді одан ары кетіріп аласың. Жігіттің басында үш гауһар бар. Бірі ақыл, бірі сабыр, бірі көрегендік. Сол үшеуінің үш жауы бар. Ақылдың жауы ашу, сабырдың жауы асығыстық, білімсіздіктің жауы көре алмау. Осылардан сақтан. Бәрін басқаша жасар ем деп ұрамыз. Біраздан соң бұл ойдың бәрін аластап, өткен шақты аңсаудан түк өнбейтінін түсінеміз. Ұстан сусып кеткен мүмкіндіктің бәрін санамалауды доғарамыз. Артқа қарай берудің қажеті жоқ. Болған іс болды, өкіну бекер, өтті кетті. Бәрін таразыға сап, өлшеп, қатемізді түсініп, ары қарай өмір сүрелік. Кекшілдік, іштарлық деген бәлелерді кешірімділік пен кеңдікке жеңдіре аламыз. Соның кесірінен бір-бірімізбен ерегесіп, нәтижесінде ертеңімізді болжамақ тұрмақ, бүгініміздің ақ-қарасын ажырата алмай қаңғып қаламыз. Менде нағыз дос жоқ, әріптестер мен жай дос, жолдастар ғана барын кейін білдім. Сол секілді менде ішек-қарыны араласқан, жалғыздығыммен жанымды түсінетін туыс жоғын да кейін түсіндім. Жастық шақта кез келген адам қателеседі, аңдамай шалыс басады, ақылын шашады. Не осындай күйге түспес үшін адам не істеу керек? Ол жанындағы жанашыр жандардың ақылына құлақ асу керек. Өзінің әрекеттеріне мән беру керек, істеп жүрген ісінің дұрыс еместігіне көз жеткізіп, және кейін қатты өкінетінін түсіну керек деп ойлаймын. Егер адам қателікке ұрынса, адам сабақ алып қайталамауға тырысу керек екендігін ұғынса, онда қателескен әрбір адамның өмірі жаңа арнаға түсіп, тура жолын тауып, ешкім сені нені бастан кешіргеніңді, қандай уайымың болғанын білмейді. Ешкім ішінде қандай от жанғанын, не нәрселермен күрескеніңізді білмейді. Негізінде сенің қандай адам екеніңді де білмейді. Бірақ сені бәрі білместен сен жайында пікір қылуды өте жақсы біледі. Жақсыға қылсаң жақсылық, нұр болып өзіңе қайтады.
жаманға қылсаң жақсылық, жыр қылып өсек айтады. Кісіге жақсылық жасамас бұрын, ол адамды дұрыс танып білген дұрыс па деп қалдым. Себебі мен өмірде сондай адамдарға тап болдым, және қалған өмірімде азық боларлықтай үлкен сабақ алдым. Ет пен сүйектен жаралған пенденің бәрі бірдей емес. Адамды танып білуден қателеспеңіздер деген кеңес айтар едім. Не маңызды? Адаммен қалай танысқаның маңызды емес, қалай араласқаның маңызды. Атқарған шен қызметің маңызды емес, адамдық ізетің маңызды. Доспыз деп жар салғаның маңызды емес, нағыз достығың маңызды. Қымбат көлігің маңызды емес, қымбатта адал көңілің маңызды. Қай жерде тұрғаның маңызды емес, адамдық парызды ұмытпағаның маңызды. Алыста жүргенің маңызды емес, қай жерде жүрсең де қадіріңді жоғалтпау маңызды. Қанша оқу орнын бітіргенің маңызды емес, адамдық тірлік, азаматтық іс бітіргенің маңызды. Әйтеуір тірі боп бос жүргенің маңызды емес, жарқырап жайнап өкінбейтіндей өмір сүргенің маңызды. Үйрендім, артымнан ғайбаттаса да жүздеріне күліп қарауды үйрендім. Жалған сөздерді үндемей-ақ тыңдауды үйрендім. Жүрегім ауырып тұрса да менде бәрі жақсы деп айтуды үйрендім. Bir сәтке көзімді жұмып, бұл дүниеге көнігуді үйрендім. Сый білмейтін адамды сыйламаймын, ұнатпайтын адамды қинамаймын. Сүйімдей таза ұстап өмірімді, керек емес қоқысты жинамаймын. Мен адамдарды кітапқа ұқсатамын. Бірі мұқабасымен алдаса, бірі мазмұнымен таңғалдырады. Басыңа сондай бір ауыр күн туса, жақыным деген адамдарға барып, есігін қағып көр. Есік ашылмауы мүмкін, бірақ көзің ашылады. Қанша түзу жүрсең де, қисайған көлеңкеңнен кемшілік табатындар болады. Сен тіпті періште болсаң да, қанатыңның суылы ұнамайтын біреу табылады. Барлық дауылдар сіздің өміріңізді бұзу үшін келмейді. Кейбіреулері сіздің жолыңызды тазарту үшін келеді. Ауыр сөйлеп артық айтпа жақынға, көрмес дейін сірә сілтеп асырма. Реніш кетіп өкпе қалар бәрібір, жүрегіңе жүк саларсың қалпыда.